Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңіздер. Математика сабағын бастаймыз. Бүгін 43-ші сабақ, тақырыбы екі таңбалы сандар. Біз бүгінгі сабағымызда 11-ден 20-ға дейінгі сандармен танысамыз. 11-ден 20-ға дейінгі сандарды тура және кері ретпен санап үйренеміз. Екі таңбалы сандарды оқып және жазып үйренеміз. Сандарды қарап шық. Не байқадың? Қай сан артық? Дұрыс, артық сан 10 саны. Айырмашылығы бар. 10 саны екі цифрдан тұрады. 1 және 0. Екі цифрдан тұратын сандар екі таңбалы сандар деп аталады. Екі таңбалы сандар ондықтардан және бірліктерден тұрады. 1 ондық, 0 бірлік. 10 ең кіші екі таңбалы сан. 10-нан 99-ға дейінгі сандар екі таңбалы сандар деп аталады. Екі таңбалы сандар қайда кездеседі? Дұрыс айтасың, зерек бала. Екі таңбалы сандар пәтердің немесе үйдің нөмірінде, автобустың нөмірінде, сағаттың бетіндегі сандарда, киім немесе азық-түлік бағасында, кітап бетінде кездеседі. Оқулығымыздың 88-ші бетіне назар аударайық. Екі таңбалы сан ондықтардан және бірліктерден тұрады. Сол жағындағы цифр ондықтар санын, оң жағындағы цифр бірліктер санын көрсетеді. Көк текшені санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 бірлік бір ондықтан тұрады. Қызыл текшені санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бірліктен тұрады. Сонда барлығы 15 текше болды. 15 саны бір ондық 5 бірліктен тұрады. 15 екі таңбалы сан. 15 санында бір ондық және 5 бірлік. 15 саны 10-нан және 5-тен тұрады. Демек, 10 және 5-тің разрядтық қосылғыштары 15-ке тең. Балалар, сіздерге тапсырма. Ондықтар мен бірліктер санын анықта. Бәрекелді. Сенің дұрыс жауап бергеніңе сенімдімін. Орындап көр. Текшелердің көмегімен неше ондық және неше бірлік көрсетілгенін анықта. Сандарды ата. Жарайсың, балақай. Бұл тапсырманы дұрыс орындадың деп ойлаймын. 11-ден 20-ға дейінгі екі таңбалы сандарды менімен бірге қайтала. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осы сандарды кері ретпен оқиық. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Балалар, бүгінгі сабағымыз
түсінікті болу үшін бейне жазбаға назар аударайық. Бірден 10-ға дейінгі сандардың қатарын есімізге түсірейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал енді 10-нан кейін 11. Сандардың екінші ондығы басталады. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Оларды қалай еске сақтауға болады? Қалай айтылатынын тыңда. 11, яғни 10 және 1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 10, ол 20. 20-ға дейінгі екі таңбалы сандарды есте сақта. Шығарып көр. Пазлдарда қандай сандар жасырылған? Оларды ата. Бұл сандарды бір сөзбен қалай атауға болады? Неге? Дұрыс айтасың. 16, 17, 14, 12, 11, 15, 6, 18, 19, 10, 20, 13 сандары жасырылған. Бұл жерде артық сан 6 саны, себебі ол бір таңбалы сан. Ал қалған сандар 2 таңбалы сандар. Өйткені 2 таңбалы сандар 2 цифрмен жазылады. Жарайсың зерек бала. Енді өзіңді тексеруді ұмытпа. Алдыңа бір парақ алып, параққа жауабыңды жазып отыр. Бірінші сұрақ. 1 ондық 5 бірлік бар санды тап. А жауабы 51, Ә жауабы 15, Б жауабы 52. Екінші сұрақ. 0 ондық 7 бірлігі бар санды тап. А 7, Ә 70, Б 17. Үшінші сұрақ. Ең кіші ондықты белгіле. А 11, Ә 99, Б 10. Өз жауабыңды экраннан тексеруді ұмытпа. 1-дің Әсі, 2-нің Асы, 3-дің Бысы. Егер де осы сұрақтардың үшеуіне де жауап берсең, қол шапалақтап қоюды ұмытпа. Қайталайық. Қандай сандарды екі таңбалы сандар деп айтамыз? Екі таңбалы сандар 2 цифрмен жазылады. Бұл санда 1 ондық және 6 бірлік бар. Бұл қандай сан? Бұл сан 16. Бұл санның көршілері 13 пен 15. Бұл санды ата. Дұрыс айтасың, бұл 14 саны. Жарайсың зерек бала, бүгінгі сабаққа тамаша қатыстың деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.